Сәлем балақай, Медина Kids каналына қош келдің. Каналға тіркеліп, лайк басып кет. Ал біз бүгін ақылдылақ пен қорқақ аю, айлакер түлкінің қулығын және 3 торай мен қасқыр ертегісін көретін боламыз. Балақай экраннан алыстама. Өте қызықты болады. Ертеде 4 түлік мал жайылымда еш алаңсыз жайылып жүреді. Оның ішінде бір лақ, қозы және бұзау үшеуі айырылмас достар еді. Олар таңнан кешке дейін бірге жүгіріп ойнап жүреді екен. Осы жерден қызыққа толы ертегіміз басталады. Жүріңдер, кеттік ойнап қайтамыз. Адасып қалмаймыз ба? Жоқ, уайымдама, жүгіріп жетіп аламыз. Кеттік ойнап келейік. Балалар, мен жолды танымаймын, біз адасып қалдық. Рас па? Қайда барамыз? Жылаймын, көмектесіңдер. Тоқтаңдар, жылағаннан еш пайда жоқ, одан да өзімізге қауіпсіз жер табайық. Жылағым келеді, қорқынышты. Жүріңдер, кеттік. Жарайды, бірге келеміз. Рахмет, енді қорықпаймын. Мен де, алға. Үшеуі көп жол жүріп қанша іздесе де, өз отарларын таппай шаршап, бір бұлақтың жағасындағы үлкен бәйтерек талдың көлеңкесіне жатып ұйықтап қалады. Таң ата олар өздерін қорғау үшін баспана жасауға кірісіп кетеді. Өрістен мал қайтадан осы жолмен қайтады, не болса да осы жерде болайық. Керемет идея. Осы жерден өзімізге әдемі етіп үй жасап алайық. Осы маңайдағы жүрген аю үшеуінің айдалада жалғыз қалып кеткенін естіп қарнымды бір тойдырып алайын деген оймен бұлақ басына қарай барады. Аю келгенде еш қорықпастан алдынан лақ шығып күтіп алып үйіне кіргізеді. Аю ағамыз келіп қалыпты, енді не береміз? Басқа аюдың басын ас, соңғы аюдың төсін ас. Дым болмаса осы аюдың өзін сой. Қашып кесті! Әй, аю, қайдан қашып келе жатсың? Неден қорқып кеттің? Ана дөңнің артында, бұлақ жағасында лақ, қозы, бұзау бар екен, олар аюдың етін жейді екен, содан қорқып қашып кеттім. Сен не айтып отырсың? Аю сені де аю дейді ау. Мына айтқаныңды ешкім естімесін. Жүр, одан да екініміз бірге барайық. Жоқ, мен бармаймын. Сен не істемекшісің, қасқыр? Сені байламақшымын, аю. Неге байлайсың? Босатшы. Бірге жүреміз, досым. Қой, ақымақ, бұл не қылғаның? Енді қашып құтылмайсың. Жүр деймін саған, аю. Жоқ, барғым келмейді. Өй, аю, кішкен достардан қорқасың ба? Аюға тоймай қаламыз ба деп едік, қасқыр да келіпті ғой. Жақсы болды ғой. Сәлем, досым, не болды? Ой, анау аюдың кесірінен өле жаздадым. Ана дөңнің артында, бұлақ жағасында лақ, қозы, бұқа үшеуі аюдың етін жейміз дегенге сеніп, олардан қорқып қашты. Аюды не істейсің, жүр, одан да екеуміз барып қарнымызды тойдырып алайық. Жарайды, онда кеттік. Қараңдар, қасқыр келе жатыр. Жылдам, ағашқа шығайық. Мен қорқамын, тезірек. Күтіңдер, мен де келемін. Түсіңдер ағаштан, түсіңдер. Қорықпаңдар, бізбен ойнаңдар. Жоқ, сендерден қорқамыз. Біз жай ғана ойнағымыз келеді. Үшеуі не істерлерін білмей қорқып тұрғанда, бұтақ сынып, бұзау қасқырдың үстіне құлап түседі. Құлаған бұзау қасқырдың белін сындырып жібереді. Екінші қасқыр оны көріп қорыққаннан қашып кетеді. Осылайша үшеуі аман қалады. Бұлақ басына бір топ өрістен қайтқан малдар су ішуге келеді. Оны көріп бұзау лақ, қозы қатты қуанып кетеді. Отарларына қайттан қосылады. Осылайша ертегіміз аяқталады. Бұрынғы өткен заманда 3 торай өмір сүріпті. Олардың бойлары да, түрлері де, тіпті құйрықтарына дейін бірдей болыпты. Аттарының өзі өте ұқсас. Ниф-ниф, нуф-нуф, наф-наф екен. Жаз бойы жасыл шөпте аунап, күнге қыздырынып, шалшықтары рахаттанып жүріпті. Жаз өтіп күз келеді. Күннің көзі бұрынғыдай қыздырмайды, ал сары орманның үстінде сұр бұлттар жиі үрлей бастайды. Қыстың жайын ойлану керек, бауырлар. Мен суықтан қалтырап тұрмын. Біз ауырып қалуымыз мүмкін. Бірлесіп үй салып бірге қыстайық. Тоқтаңдар. Күз келді, енді қыстың қамын ойлану керек. Қойшы, әлі ертек ойнай. Ойынды жалғастырайық. Бірақ қысқа дайындалуымыз керек. Мен үй саламын. Көмектесіңдер. Жоқ, біз ойнағалы жүрміз. Сен өзің сал. Жарайды, өзім ақ саламын. Бауырларым неге әрекет етпей жүр екен? Ертең өздері қиналып қалады ғой? Күн суыта бастады. Ниф-ниф пен нуф-нуф асығатын емес. Торайлар жұмыс жайлы ойлағылары да келмейді. Олар таңертеңнен кешке дейін ештеңе істемей секіріп, аунап жүре береді.
Күнде ертең деп уақыт өткізеді. Жол жиегіндегі шалшықтың бетіне мұз қата бастағанда ғана олар жұмысқа кіріседі. Ниф-Ниф ешкіммен ақылдаспастан бір кеште сабаннан өзіне үй тұрғызып алды. Үйі өзіне сондай қатты ұнады. Ол қуанып әндете жөнелді. Ал Нуф-Нуф болса, сол жақын маңда жатқан жіңішке бұтақтар мен шыбықтардан үйін демде тұрғызып қойды. Ал Наф-Наф болса, тастарды тасыды, балшықты езді, сөйтіп жаңбыр мен желден қорғанатын жылы да мықты үй салып алады. Үйдің есігін емемен жасап, оған берік тиек салды. Қасқыр кіре алмасын деп. Ниф-Ниф пен Нуф-Нуф ағасын көріп айғайлай күлді. Немене тастан қамал соққансың? Неге күлесің? Ертең қасқыр келсе қалай күлетініңді көрерміз. Өй, қандай қасқыр айтасың? Келмейді қасқыр. Сол маңда бір қасқыр ұйықтап жатыр еді. Олардың шуынан ағаш түбіндегі қасқыр оянып кетеді. Уа, не болды? Үйтуің ояттыңдар. Қатты ашуланып тұрмын. Кім кінәлі? Менің ұйқымды бұздыңдар. Қазір табамын сендерді. Аш қасқыр олардың сөзге таласып тұрғанын көріп, енді ұстап аламын деп ұмтыла берген кезде торайлар шыңғырып қаша жөнелді. Әрқайсысы өз үйіне қарай жүгірді. Ниф-Ниф сабаннан жасалған үйіне қарай жүгіріп есігін жауып алды. Ал Нуф-Нуф болса, бұтақтардан салынған үйіне барып есігін тез арада жауып алды. Ал Наф-Наф болса, өзінің кірпіштен салынған үйіне кіріп, ол да есігін тез арада жауып үлгерді. Қасқыр Ниф-Нифтің үйіне келіп, есігін тоқылдатып, есігіңді аш деді. Ниф-Ниф болса ашпады. Ал қасқыр қатты 3 рет үрлеген кезде сабан үй қирап қалды. Ниф-Ниф жан ұшыра қаша жөнелді. Тез арада Нуф-Нуфтың үйінің алдына жетіп, екеуі есікті жауып үлгерді. Ашуланған қасқыр бар күшін салып 5 рет үрлеген кезде бұл үйдің де быт-шыты шықты. Торайлар жан ұшыра Наф-Нафтың үйіне қарай қаша жөнелді. Ағасы есік ашып, оларды кіргізеді. Қасқыр Наф-Нафтың үйіне келіп, аузын ауаға толтырып бар күшімен үрледі. Есікті жұлқылай бастайды. Ызаға болқан қасқыр тістермен қаршыды, қабырғаны тырнады. Бірақ түк шықпайды. Тек тісін ауыртып, тырнағын майыстырып алады. Сонымен қасқыр орманға қарай кетеді. Қорықпаңдар бауырларым, бұл үй мықты етіп соғылған, қасқыр бұза алмайды. Сенің айтқаныңды тыңдамағанымыз үшін кешірші. Саған үй соғуда көмектеспегеніміз үшін де кешір. Бәрі кешірілді бауырлар. Рахмет, қуаныштымыз. Уайымдама, бәрі жақсы болады. Иә, тату болайық. Бұл тамақ өте дәмді. Әрине, бірге жеген тамақ тәтті. Иә, келсемін. Енді тек күлейік, бірге болу қандай жақсы. Мінекей балақай, осымен ертегіміз аяқталды. Ұнаса лайк басып тіркеліп кет. Бізбен бірге болғаныңа рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңдар. Ертеде шал мен кемпір өмір сүріпті. Олар өте бақытты еді. Бір күні шал арбасын атына жегіп, балық аулауға барып жолға шығады. Жарайды. Жақсы кеттім. Жолың болсын, шал. Өзенге келген шал мұзды ойып, орындығына жайғасып балық аулауға кіріседі. Бүгін балық аулау сәтті болды. Кемпірім бір қуанып қалатын болды. Шалдың балық аулап отқанын ұзақтан түлкі көріп қояды. Қу түлкі шалға тұзақ ұйымдастырады. Ол жолда өздігінен талып жатады. Оны көрген шал түлкінің қасына жақын. Бұл неткен олжа болды екен. Кемпіріме апарып берейін, тонына жаға болады. Шалдың ойында ештеңе жоқ. Түлкіні өліп қалған түлкі болар деп арбасына салып алады. Ал жол жөнекей түлкі көзін ашып, бүкіл балықтарды алып кетіп қалады. Ал оны шал мүлдем байқамайды. Шалды алдап кеткенге мәз болып балық жеп отырмын. Қандай дәмді балық, тапқаным өте тиімді болды. Кемпір, мен келдім. Шалым, аман есен жеттің бе? Иә, қар көп болды, бірақ жылқы жақсы тартты. Кел, үйге кірейік. Ыстық шай қайнап тұр. Кәне, балықтарым қайда екен? Ай, түлкі жеп кетіпті ғой. Сенің салғырттығың. Қашанғы қарауыз тастай бересің. Жарайды кемпір, келер жыл сақтайды. Сондай ақ болсын.
Сәлем түлкі, балық жақсы ма? Әй, түлкі, балықфыңа таласатын ойым жоқ. Бірақ бұл балықтардың барлығын сен қайдан алдың, соны айтшы. Өзеннің ортасына барып, мұзды ойып ал. Сол жерге құйрығыңды салда, қармаққа ілінші үлкені мен кішісі десең болды, балықтар өздігінен құйрығына жармасады. Міне, осылай құйрығыңды балықтармен бірге суырып аласың. Тек ол үшін ұзақ отыру керек. О, оңай екен ғой, мен онда кетейін. Саған ас болсын. Түлкінің барлық айтқанына сенген қасқыр өзеннің жағасына келіп, құйрығын суға салып, үлкені мен кішісі қармаққа ілінші, үлкені мен кішісі деп қайта-қайта қайталап отырады. Қасына түлкі келіп, мазақтап күліп, таңға дейін отырсаң, өте көп балық аулайсың деп кетіп қалады. Кеш батты. Таң атқанша қасқыр құйрығын судан алған жоқ. Таңертең қараса, құйрығына мұз қатып қалды. Ей, қу түлкі, түлкінің сөзіне сенген мен ақымақпын. Ұстасам ондырмаймын. Қу түлкінің айласына қасқыр да, шал да алданып қалады. Екеуі де қатты ашуланып, ренжіп, түлкіні көрсе оңдырмайтындарын айтады. Мінекей, біздің қу түлкі туралы ертегіміз аяқталды. Балақай, ұнаса лайк басып, тіркеліп кет. Қош сау бол.